Мінекей әкімдікте жүр, мінекей тағы да шықтым. Тек қана орыс тілінде. Мінекей қандай қазақтың рухын түсіріп, әдейі әкімдік орыстың рухын көтеріп жатыр. Сол үшін жауап берсін деп бөлім бастығын шақырғам. Мінекей бөлім бастығы жас қыз, жас келіншек. Бөлім бастығының фамилиясы аты жөні кім? Қалай? Неге ол келмей отыр маған? Сәлеметсіздер ме? Сізге бағана айтқан шығар, е? Сіз бағандан бері мен 65 жастағы кемпірді тостырып қойдыңыз, шыққан жоқсыз. Қалай жаңа ғана бағана айтты, менің көзімше, мен айттым, сіз қазір звондаңыз деді. Мен сізге өзім, мінекей, әкімдікте Байханов мінекей осындай адамдарды құрметтемейтін отырғызып қойған. Мінекей мен анда тостым бір 15 минуттай орында отыр ма полицейскілер? Я отыр, бірақ та шықпай отыр. Мінекей өзім келдім енді. Мені Құрманованы шақырыңызшы, сіз маған енді түкке керек жоқсыз. Кім оның орнына? Шақырыңыз. Жоқ, ол кісі жұмыста, бірақ қазір орында жоқ жұмыста. Жоқ, шақырыңыз. Қайда жүрсе, сонда жүрсін. Сіздер не жауап берсін, не Байханов шықсын, Ресей Федерациясына бізді беріп тастадыңыздар, е? Өйткені мінекей, неше сағат, тек қана орысша әндер. Бір қазақша әндер жоқ. Мен соны түсіріп жатырдым. Мен қазір, Павлодар мінекей, сіздер өңірді басқарып отырсыздар. Мен қазір бірінші видеоны жібердім, ютубқа қоздым. Қазір мен қазір мынаны жіберем.